Сәлем құрметті оқырман. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз, яғни 2D, 3D сияқты басқа да объемдарға пучок жасау туралы өтеміз. Пучок дегеніміз қазақша жиынтық кірпік. Мен сіздерге түсінікті болу үшін пучок деп айта берейін. Пучок дегеніміз не? Яғни бізде кірпіктер бөлінеді. 2D, 3D, 4D, 5D, алар қарай мега объем деген сияқты. Яғни классика дегенімізден бастайық. Бірінші классика дегеніміз сіздің бір кірпігіңізге бір жаңағындай искусственный жасанды кірпік жабыстырылады деген сөз. Ал 2D дегеніміз сіздің бір кірпігіңізге жасанды екі кірпік жабыстырылады. Яғни пучок дегеніміз не? Мысалға, осындай қандай объемға байланысты, қандай сіз объем таңдайсыз, соған байланысты әрбір кірпіктердің арасын ашасыз. Яғни 2D болса 2-ге бөлесіз, 3D болса 3 кірпік алып 3-ге ажыратасыз арасын, сол сияқты ары қарай кете береді. Ендігі біздегі мәселе, бұл дегеніміз біз қалай, мысалға, 2 пинцетті ұстап отырып, яғни бір қолымызда түзу пинцет, бір қолымызда ұшы қиғаш пинцетті ұстап отырып, қалайша біз кірпікті жабыстырып үлгереміз. Яғни оны бірдей қып көзге жабыстыру керек. Ең бірінші мен сіздерге сондай жаттығуды көрсетейін. Яғни осындай 2 ватный диск аласыздар қолдарыңызға. Осындай домалақ болғаны міндетті емес, өздеріңіз әртүрлі ала берсеңіздер болады. Қолдарыңызға жаңағы клей құятын колечкаларыңызды аласыздар. Содан кейін кірпік пинцетімізді алып, біз бүгін қолымызды жаттықтыратын боламыз. Ең бірінші осы ватный дисктің үстіне 2D-ның және 3D-ның кірпіктерін айналдыра жабыстырып, прям 3-4 диск жабыстыруларыңыз қажет. Сол кезде сіздерде қолдарыңыз тез жаттығатын болады. Ең бірінші клейімізді құйып аламыз. Содан кейін, яғни 2D-ға және немесе 3D-ға арналған кірпігімізді аламыз. Мен бірінші 2D-ға арналған кірпігімді алдым. Кірпігімізді алып, ыңғайлы болу үшін қолымызға жабыстырып аламыз дағы. Осылайша ұшы қиғаш неменен 2 кірпікті алып, клейға матырып, қолымызға клейға матырамыз. Қолымызға алып, көрдіңіздер ме, мінекей, осы ватный дискке жабыстырамыз. Осылайша айналдыра жабыстырып шығатын боламыз. Сол кезде сіздерге қолдарыңызды жаттықтыруға өте тез болатын болады. Мінекей, тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. Осылайдан ортасын ашып, клейімізға матырамыздағы жабыстырамыз. Егер түзу болмай жататын болса, түзулеп жіберулеріңізге болады. Мінекей, көрініп тұр, сіздерге жақыннан біреусі көрініп тұр. Осылайынша осы дискті толығымен толтырып шығатын боласыздар. Енді осы дискімізді толығымен толтырып шығуға тырысыңыздар. Енді келесі дискімізді аламыздағы, енді 3D-ға жасаймыз. Осылайша 3 кірпігімізді аламыз, өстіп арасын ашатын боламыз 3 кірпіктің. Мінекей, анықтап көріп алыңыздар. Міне, анық көрсетіліп тұр видеода. Осылайша 3 кірпіктің арасын ашамыз. Сөйтіп, оны клейға матырамыздағы ватный дискқа жабыстыратын боламыз. Өстіп, 3D-ні бір дискқа жаңағы 2D-ның кірпіктерін жабыстырып шығамыз. Айналдыра түгел. Мінекей, осылайдан арасын ашасыздар. Сол кезде сіздер кірпік жабыстырған кезде клиенттің көзіне уақытыңыз тез және ұтымды пайдаланатын боласыздар. Міне видеода анық мен сіздерге көрсеттім. Міне осылайша төбелі пучок жасайсыздар. Әрқайсысын айналдыра прям толтырыңыздар екеуісінде. Біреусіне 2D, біреусіне 3D қып. Мен сіздерге қазір тағы да осы кірпіктің арасын ашу үшін жаттығу беретін боламын. Егер сол нәрсені жасасаңыздар,
өте жақсы қолдарыңыз жаттығады. Міне осындай қылып 3D жаңа көрсетілгендей 2D қылып жасайсыздар. Енді міне осындай палетканы аласыздар және түзу пинцетті аласыздар. Түзу пинцетті сол қолға ұстауымыз керек біздің. Осы сол қолымызбенен осы жаттығу жасаймыз. Яғни осы кірпіктердің арасын ашамыз. Бірақ та сіздер ашқан кезде алдыменен осылайынан сүртіп аласыздар. Себебі кірпіктің арасы жабысқамау керек. Енді өстіп пинцеттің арасында бір ғана кірпік қалатындай етіп ашып үйренесіздер. Ұзағынан қанша уақыт жасай аласыздар, сонша уақыт осылайынан қылып үйреніңіздер. Себебі сіздер адамға кірпік жабыстырған кезде қыздардың көзіне тигізіп алмай, яғни мына пинцет үшкір болғандықтан ұшы кожасына батып кетпеу керек. Және де пинцетпен өстіп кірпіктің арасын ашып, оң қолыңызбен жаңағы жасаған пучогыңызды жабыстыруыңыз керек. Ол үшін клиент көп уақыт күтпеу үшін тез жасап, максимум 2 сағатта жасауыңыз керек. Сәттілік!